Сабақтың тақырыбы Абай Құнанбайұлы жетінші қара сөзі. Әдеби шығармада көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені идеясы арқылы түсіндіреміз. Ең бірінші осы сұрақтарға жауап берсек, Абай жетінші сөзінде адам анадан қандай мінезбен туады дейді. Абай жанның құмарына нелерді жатқызады, тән құмарлығына нелерді жатқызады. Қара сөзінде айтылған басты мәселе қандай? Тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, мінез, ар деген нәрселермен озады. Бұдан өзге нәрселермен оздым деген демектің бәрі де ақымақшылық деген. Абай атамыз 18-ші қара сөзінде. Мінез деген не нәрсе? Адам туғанда қандай мінезбен туады? Ақынның 7-ші қара сөзінде осы мәселелер туралы айтылады. Бірінші тапсырма: шығарманың негізгі идеясы қандай және шығарманың қай бөлігінде көрініс тапқан? Қос жазба күнделігі арқылы түсіндіріңіз. Сол мәселелер қазіргі заманда кездесе ме? Шығарманың идеясын, әлеуметтік қоғамдық мәселе және де өз ойыңызды білдіріп жазыңыз. Келесі тапсырма: қара сөзде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселені шығарма үзінділерін келтіре отырып дәлелде. Қара сөзде көтерілген әлеуметтік қоғамдық мәселе жанның тәннен айырмашылығы, жан құмарлығын тән құмарлығына айырбастау. Осы күнде айуаннан да жаманбыз. Осы үзінділерді дәлелдеп келтіреміз. Келесі тапсырма: 7-ші қара сөздегі авторлық идеяның өмір шындығымен байланысы туралы пікірді Попс формуласы арқылы білдіріңіз. Менің ойымша, себебі оны былай түсіндіремін, мына фактілермен дәлелдеймін, осыған байланысты мынандай қорытынды шешімге келдім. Келесі тапсырма: қара сөз құрылымы бойынша мазмұнын сәйкестендіреміз.